Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай сметанный пирог пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астында жазулы тұрған менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен бізге осындай сметана керек. Любой процент сметананы ала беруге болады. Сметананы аламыз, ыдысқа саламыз барлығын. Так, содан кейін 2 жұмыртқаны жарамыз. Енді жұмыртқаны өздеріңіз білесіздер, қанша жарғыларын келеді. Содан кейін секер қосамыз. Секерде өзіңіз білесіз, тәтті керек болса, көбірек саласыз. Одан кейін барлығын миксермен араластырамыз. Миксер болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Венчикпен де жақсы жарамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін қатып тұрған майды алып, теркіден өткіземіз. Осылай өткізіп аламыз барлығын. Майдың үстіне секер саламыз. Оны саламыз. Сосын барлығын араластырып, осылай мұжғылап араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқа жарамыз. Осылай жұмсақ қамыр жасаймыз.